Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, мен әрдайым айтам ғой. Біз алдыңғы қатардағы мықты мемлекет болу үшін ең біріншіден өзіміздің әскерімізді дамыту керек деймін. Әскерді күшейту керек деймін, бірақ оны көбісі былай ойлайды екен. Әскерді күшейту деген әлемнің бүкіл жаңағы қару-жарағын жинап алып, ойбай біз міне елімізді қорғауға дайынбыз деп отыру деп. Жоқ, әскерді дамыту деген ондай әңгіме емес. Әскерге жастарды тарту керек, және де оларға тек қана тартып қоймай, бір патриоттық сезімді мына жерлеріне қондыру керек та, жастардың. Мысалға алатын болсақ, сол патриоттық сезімді жастардың арасында дамыту үшін жыл сайын болатын Айбын бағдарламасы бар. Биыл міне Айбын Ақтөбе қаласында өтті. Ақтөбе қаласына тек біздің Қазақстанның жас әскерилері ғана емес, Әзербайжанның, Өзбекстанның, өзіміздің бауырлас мемлекеттің де жастары келді. Ол жерде әрине еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та сөйледі, бұл айтты ол жерде, бұл тек қана жарыс емес деді. Біз бұны ұйымдастыруымыздың басты мақсаты, біз өзіміздің тарихымызды ұмытпау керекпіз деді. Әскерімізді алдыға қарай жылжытуымыз керек деді. Нанотехнологияларды, жаңадан шығып жатқан технологиялардың барлығын біз қазақ әскері қолдану керекпіз, және соларды дамыту керекпіз деді. Ағайын, сөздің ашығын айтқанда, жастардың арасында бар бұндай әңгіме айту негізі бір жастардың мына жерінде патриоттық сезімді ояту керек сияқты. Себебі жастарсыз біздің әскеріміз алысқа бармайды. Аман болайық.